Сәлем қыздар, бүгін сіздермен духовкада пісетін жаркоев тесте дайындаймыз. Оған айран, тұз, сода, сұйық май және ұн, жұмыртқа керек. Алдымен осылай жұмсақ етіп қамырымызды дайындап аламыз. Начинкасына тауық еті, картошка және де болгарский помидор қостым. Дәмдеуішіне паприка, қызыл бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзы сіңгенше біраз қойып қоямыз. Қамырымыздың иі қанғанша күтеміз. Және де қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп жайып аламыз. Осылай қамырымызды тапамыздың бетіне салып, салмасын салып, бетіне бір пиязды қуырып қос жердім. Және де қамырымыздың бетіне кішкене осылай тесіп қоямыз. Таза пісу үшін, ауа кіріп тұру үшін. Мінеки қыздар, біздің 160 градуста 40 минутта осылай пісіп шықты. Енді дәмі деген өте керемет болған. Картошкасы, еті өте жұмсақ, сочный болып тұр, енді сулы болып. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай рецептер күтетініңізді комментарияға жазып кетіңіз. Кешкі асқа, түскі асқа өте керемет осылай дайындасаңыз болады.